жас маман жобасы аясында өңірде 5 колледждің материалдық техникалық мүмкіндігі жаңартылды. Енді тамақтандыруды ұйымдастыру, тоқырлы іс және металл өңдеу IT мамандықтары тереңдете оқытылатын болды. Ол үшін арнайы 12 орталық ашылды, онда студенттер соңғы үлгідегі қондырғылар арқылы білімін одан да әрі шыңдамақ. Диляра Ізтұрған кондитер болуды кішкентайынан армандаған. Арман қуып 10-шы сыныптан кейін кондитер ісі мамандығына оқуға түседі. Қазір осы саланың қыр-сырын үйреніп жүр. 2-ші курс студенті бұған дейін түрлі жарыстарға қатысып топ жарған. Енді заманауи құрылғылармен жабдықталған орталықта халықаралық WorldSkills байқауына дайындалып жатыр. Жаңа техникалар бізге үлкен көмегін тигізуде. Өйткені мысалға бізде әртүрлі жаңа техникалар бар. Көптеген десерттер дайындауға дегенде, қиын десерттер дайындауға үлкен септігін тигізеді. 2 жылдың ішінде мен көптеген зат жасап үйрендім. Мысалға, мен көптеген жерден үйренбеген, білмеген заттарымды осы жерден көрдім. Былайғы жерлерде біз қымбат мастер-класстармен үйренеміз, ал мына жерде біз кәдімгідей келіп жүріп дайындалып, көзімізбен көріп, тәжірибемізді нығайтып жасап үйрендік. Колледж студенттерінен бөлек мектеп оқушылары мен мұғалімдер болашақ технологиялары жобасы аясында аптасына 1 рет құзыреттілік орталықтарына барып жаңа жабдықтармен жұмыс жасай алады. Одан бөлек өндірістік мекеме қызметкерлері де тәжірибеден өтеді. Өйткені құрылғылардың дені әлемдік стандартқа сай. Жас маман жобасы бойынша біздің колледждеріміздің студенттері халықаралық стандартқа негізделіп, заманауи цифрлық технологиялармен жабдықталып жатыр. Бұл жерде бірнеше ЧПУ станоктары тұр. Бұл сандық бағдарламалық басқару жабдықтар, бұлардың бәрі кейбіреулері өндірісте жоқ, халықаралық стандартқа негізделген әлемдік деңгейдегі жабдықтар. Бұл жерде бізден мекемелерде өздерінің біліктілігін арттыра алады. Бүгін Ақтаудағы 3, Жаңаөзен қаласы мен Бейнеу ауданындағы 1 колледждің техникалық базасы жаңартылды. Алдағы уақытта тағы 2 білім ордасы дәл осылай халықаралық стандарттарға сай жабдықталмақ. Айта кетейік, өткен жылы елімізде жас маман жобасы аясында 180 колледждің материалдық техникалық базасы жаңа кейіпке енді. Жансай Оразбай, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.